Қайырлы күн барша көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге өте оңай әрі дәмді салат жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып отырыңыздар. Салатымыздың құрамына қажетті заттарды дайындап аламыз. Бір пиязымыздың жартысын кубиктап, ұсақтап турап аламыз. Бір пиязды толық турап салсаңыздар да болады, мен жартысын пайдаланамын. Пиязымызды дайындап алған тарелкаға екіге бөліп саламыз. Жұмыртқамызды да дәл сондай көлемде төртбұрыштап турап аламыз. Әрбір тарелкаға 2 жұмыртқадан турап саласыздар. Орташа көлемдегі чипсиді осылай үстінен басып майдалап аламыз. Кез келген өздеріңізге ұнаған дәммен аласыздар. Және 2 тарелкаға теңдей бөліп саласыздар. Енді менде осында 2 түрлі икра бар, сол икраны қасықпен үстіне қойып шығамыз. 2 түрлі болуы міндетті емес, бір түрлі бірыңғай қара болмаса, қызыл түрі болса да пайдалана берсеңіздер болады. Міне осылай икраларымызды қойып шықтық. Енді үстіне майонез бен өрнек жасап шығамыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Бар болғаны осы, тез арада дайын болатын өте дәмді салат. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Әсіресе үйге қонақ кеп қалған уақытта тез арада дайындай салуға өте ыңғайлы, керемет дәмді салат. Ұнаса менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдыда әлі де неше түрлі рецепттер салатын боламын. Сіздермен бірге болған меруерт ас болсын.